Шәкәрім атамыз айтқан ғой, біреулер дүниемен түзейміз дейді, біреулер құлдау арқылы түзейміз дейді, біреулерді осындай зорлап оқыту арқылы түзейміз дейді. Онымен ел түзелмейді деген. Қазір сонымен айналысып жатыр. Ар біліммен түзеледі дегенде. Сол ар білім дегенді өзі жаңағы адамзаттың осы 99 есімі деген біздің ар сауытымыз екен. Міне, ар білім деген. Енді осының ішінде тағы жетеу тұр. Жетеумен. Ол қуат, екінші жігер, үшінші өріс, төртінші тәндік тазалық, бесінші жүрек қанның тазалығы, алтыншы көмейдің тазалығы, тамам. Жетінші өшігу, кектену, кекпен байланысты басқар бөлу. Міне, бізге сынап үнем осындай жетіменен келіп тұрады. Кектену, өшігу, соны 47 санмен белгілеп қойғанда. Неге Алланың есіне 47, 40 және 7 сан деген. Осылардың бәрі тұрған ғұламалар сан түсінгенде. Осы жетеуінің бір жетісіміз немесе қатылық әрекетті арсыздықты есептеген. Енді сол жеті барлық нәрсенің тегі жақсылық екен да. Алла бір істі қалайтын болса, соны бол дейді, мінеке жақсылық. Жақсылық бол дейді, болды. Сол бола қалады. Енді оған қарсы Алла тағала жаратып қойған, жамандық жаратып қойған. Жеті тозақ, жеті түнек, бәрі жетіменде. Сол жетеу әйелде тұр. Жеті түнектің белгісі, жеті тозақта, осының бәрі жетеуі әйелде тұр. Сондықтан Абай атамыз, әйелдерде опа жоқ, атаңды анаң азғырып түсіргеннен жәннаттан деген. Неге? Жауап. Осының бәрі жауап. Сонда біз енді қандай да қазірге енді болып жатқан мынау жағдайменен қалай өлшеуге болады? Кімнің дұрыс, кімнің қандай жолды анау талап, бақап, не olsun ғой? Бәрін немен өлшеуге болады? Біз айтамыз ғой, ана білім анау пәленді меңгерген, ананы мүдірген, арабты біліп келген, Құранды жаңаны жаттап алған дейміз да. Олардың бәрі өлшем ол емес, ол жақсылық екен да. Сен қандай жақсылықты өндірсең, қандай жақсылық өндірсең, сенің дінің де, сенің өмірің де, сенің өмірің мән де сол. Сен өмірге не үшін келдің? Жақсылық үшін келдің. Енді соның бәрі айналып келгенде, Шәкәрім атамыз, тағы да онды, Шәкәрім атамыз да соны айтып кеткен. Енді біз не үшін келдік өмірге? Сол жақсылық үшін келдік, сол жақсылықты меңгеру үшін келдік, және соған жалғану үшін келдік. Соны Шәкәрім атамыз айтып кеткен. Менде дейді, баста дейді. Не бар дейді жаңа. Жардан менде жарық бар дейді бастағы. Жар бол деген, сонда бастағы сол дені жаратқанда оны жар деп атағанда. Алла жар бол дейміз. Неге айтамыз? Жар бол деген сөз, сонда бізге сол түсінік бер деген сөз. Бізге ұғым бер деген сөз, бізге махаббат бер деген сөз. Бірақ сөзбенен біз соны айтады екенбіз да, Алла жар болсын дейді. Мен Шәкәрім атам белгілеп қоймаймын, мен оның қай жерде екенін. Сонда жарға дейді, жібердім, ернімді дейді, Шәкәрім атам дейді, сүйіп келсін деп дейді. Жарды сүйсін деп, ернімді. Сүйшімешілікті айтып отыр ғой. Жарды сүйсін деп, ернімді жібердім дейді. Соны Құранда айтқан, ескерткен, сендерге екі көз, екі ерін білтіріп жараттым, сонда сендер кедергіден асуға тырыспадыңдар. Екі кедергі не? 7-7-тен 14-тен асу. Міне. 7-7. Анау 7 санмен жаңа артын еп бердің ғой. Ол ашу, ұза, кек, сондайлардың, ол асудан асу керек. Міндетті түрде онсыз өте алмайсың. Бай жаңағы қатынына ашуланады, қызы кектенеді, қатын баласына байға кектенеді, бала осындай, тіптен туысқандардың арасында да болады. Міне осы, соны айтқан, екі ерін жараттым деген. Оны Інжілде айтқан, сендер ерінің сөзін сөйлеңдер деген да. Ерінің сөзін қалай сөйлейміз біз? Түсінік. Айналып келгенде, сол ерін іштегі өлімен байланысты. Сенің ішіңдегінің өлі түр екен, Абай атамыз тағы соны айтып кеткен. Біз жас кезде ерінің дәмін білетін едік деген да. Мен сол кезде ойлағам, қалай Абай атамыз мұны неге айтқан деп та.
Енді ол кезде жас кезде осындай оң кезде ол міндетті түрде тексереміз ғой шындық баран қыздардың ерінен сүйіп. Әбден осының бәрі біткен кезде ананы тыңдағаннан кейін енді ешкімнен сұраймас ыңғайсыз ерінің кімнің дәмі қандай екен. Сосын бірақ жұрттың еріне қарайтын болдым. Неге? Сосын жас балдарымды үйдегі немерелер иіскеп көретін болдым. Ащы дәмі бар, те бар. Терді ащы дәмі болса ерінде де. Біреулердің ерін жамылып жүреді, еріні кезеріп жүреді, ерді неғып жүреді. Кейбіреуін қарасаң еріндері бір тамаша болып тұрып, міне бәрі айналып келеді да. Сол іштегі сендердің дейді, іштеріңдегі дейді, өліп біреуді тірілтіп, оны іштеріңдегі жүретін жарық қылсам, сол тура жолмен жүрген сол жақсы ма? Әлде қараңғылықта қалған біреу жақсы ма дейді да. Міне сонда айтқан енді дейді, мына кім сенім осындай сенім кеткен қарсыласатын ол жүректеріне Құранды қоямын деген да. Жүректерін Құранды қоямын, жүректерің көрінеді, сен көзің бар көрмейді, құлағың бар естімейді деп. Сол қалай қойылады деген мен осындай сұрақтар туындады. Ол қалай қойылады деп. Сонда енді Құранда екі нәрседе, жақсылық пен жаманшылық тұр. Ақ пен қара. Қара деген не ол? Сезім. Қара сезім. Сондықтан Абай атамыз қара сөгінде, ол сезім емес Абай атамызда тұрған. Олға Абай атам айтты, менің сөзімнің сырты күміс, іш алтын дегенде. Күміс сөздер. Абайдың күміс сөздері деп атау керек та. Алтынның ішінен өзің кіріп көресің деп. Сол енді Ростан қосын мына Құрандағы сол тұрған жамандық жүрегіне қояды екен да. Болды. Сенің сонда Алла тағала біреу жазалайтын болса, ондағы жақсылық болады деген да. Хадиста тұр. Сенен жақсылықты алып қояды. Яғни сенен түсіну қабілетін алып қояды. Сенен есту, көру сезімдеріңді тоқтатып қояды да, болды. Сен көзің бар көрмейсің, құлағың бар естімейсің, хайуан сияқты өмір сүресің да. Енді оны қайдан білуге болады? Кімнен ол жүрегіндегі жақсылықты алып қоятын болса, ол барлық нәрседен жамандық дейді. Бүкіл өмірінен анау мені бүйтіп отыр, анау ала өзімен қарап отыр, көрдің бәрі ерін жыбырлап, мені жамандап отыр. Мынаны мен бүйтейін деп отыр, мен осындай адамдар көп кездесем да. Анау сөйтейін деп отыр деп. Бір күні келе жатсам, орыс мен сондай қызық көремін, орыстың әпеден бір кемпірі киіндіріп далаға шығарып қойған көріп отырмын енді. Осыны келінен киіндіріп қойған ғой. Сосын отырып алып, не қыласың дейді, тұрасыз сөйлесіп алайын. Сосын бабушка здравствуй деп, анау өзім жаман орысшамен не? Сосын сұраймын, қайда істедің? Мен істедім деп. Ну как жизнь деймін ғой мен деп. Сөйтсем айтады, мен өмір емес, ана келім мені оғылап өлтірейін деп отыр дейді. Түріне қарасаң, әпеден киіндіріп қойған. Анау министерство істеймін деп. Сол кезде таңғалатым, сонда орыстарда бұл не деді бұл деп. Киіндіріп тамақ отыр ғой далада, ештеме істемейді. Ол енді келін жамандап отыр. Асығып кеткен шығар жұмысына. Сонда ол не? Сонда ана жүрегіндегісін алып қойған екен де жақсылық. Жақсылық жоқ, ол тек қана жамандықты көреді. Сол сияқты енді Ібіліс сөйтіп алып келді де біздің ел билікті осы пирамида деген бәрін ана мемлекеттің ішінде жамандық. Барлық нәрсе қазір қазақ билігінде жамандықпен өлшенеді. Сенің жақсылығың көрінбейді. Сенің ақсақал екенің, сенің елге қызмет, сенің қызмет оның бөліп, КНБ деген алатын болса, бүкіл сенің өміріңде жамандықтар түзеді. Өміріңде қойып қояды. Ана отырған барлығының үстінде жамандықтар дәсек, яғни тұр. Я болмаса сен оны жамандық істетпесең, саған пара алдырады, жамандық жасайды, болды. Біздің сотымыз, құқық қорғау орган бәрі жамандық. Ол партияларда сондай қазір. Ана Назарбаевтың жамандығы біреу жамандық. Міне осыдан көрініп тұр. Яғни жүрек мөрленген. Жүрек мөрленсе, ана жақсылықты Алла тағала алып қойса, онан үлкен жаза. Сенде түсіну қабілеті жоқ. Адамды тек қана жамандығымен бағалайсың да. Сол енді сол жамандықтың өзін ерлік қылып қояды да. Ерлік. Сен анау тұрып, ел биікке қарсы шығып, осындай керемет ғылымына саясатпен айналысты ма, ол осыны, ана жамандықты қанша жасады, сонымен бағаланады. Яғни ол ел басқаруға лайық дейді. Міне. Сонда осында сенің иманың, санаң, бұның бәрі жұмыс істемейді. Қазақта қазір неге? Жамандық. Заң, не үшін заң шығарады? Сол жамандықпен күресу үшін. Жамандықпен күресу үшін жақсылықпен күресу керек. Мейіріммен күресу керек. Әділдікпен күресу керек. Жамандықпен сондай сен балаңды ұрсып, шәкәрім айтамыз ғой. Жаман қатын баласын ұра береді деген де тәрбиесі. Сен ұрса берген оны тәрбиеленбейді. Қазір біздің ел білген сол. Яғни ол
қазір осы қазақтың, осы Абайдың осындай оятатын, осындай сөздерін айтып жүр. Мына кітапты ордан өртеді. Міне, осы өрлеуді, 80 кітапты өрлеуді. Себебі бұның ішінде осының бәрі жақсылықтар жазылып тұр ғой. Жақсылық, жаманшылықтар көрсін. Қамшының саптарын өтеді, мен таң қалдым. Ай, қамшының қазына самнан қандай сен де жамандық көрдіңдер дедім да. Ата-бабаң жамандық көрді ме? Бұл неден байсалады? Ол өзін танымаудан. Ата-бабаң сен не істеді? Қалай өмір сүрді? Не істеді деген соң біз атамызды тарихты білу деген, біз ата-бабамыздың жаманшылығын теру емес, жақсылықтарын, ізгі істердің бәрін біз соны алдымыз керек та. Міне. А біз не істейміз? Бұрынғы уақыттан жамандығымыз дейміз. Мына Нұргүл деген бір қатын, керемет осы тәңірші болып бір қазақтың осы әруақты айтып жүрді. Бүгін бір ашып қалсам, Абайды кәдімгі, Абай деген ол орыс болған, ол кәпір болған, сөйтіп 200 ана салыпты өттірген Абай сондай деген, ол тек қана Құнанбай ғана жақсы сөйді айтып тұра. Жаздым, сен қатынсың ғой деп, Құранды қарасайшы, еркектерді неге әйелдерден артық қылдың деп жаратқан? Сен не айтып отқанын білесің бе деп. Қара, сонда неге ол? Сол жетіп келді, әйелден ол соны мақтап, әбіліс соны дайындатты, беделін асырып алды да, халықтың алдында енді келді, енді салып келіп жүрді Абайға. Ал мінекей, қара сезім. Енді Абайды ол сондай отыр. Шәкәрім мақтап отыр. Шәкәрім деген Шыңғыс ханның бәрін тарихын еккен. Шәкәрімді айтып кеткен ғой. Қазақтар Толстойды кәпір дейді. Кәпір Толстой емес, өзің кәпір. Бір Толстойға 1000 қазақты айырбастамаймын дейді. Ондық шәкірім сондай болып шықты. Міне құсында, міне, бұның бәрі неден пайда болды? Осы біз Алланың бұна жақсылық жаратқан, жақсылықты ғана жаратқан, ешқандай оған баламасы жоқ жақсылықтың. Не нәрсенде жақсылықпен кетіруге болады, не нәрсенде жақсылықпен, қандай сен қиындық жасың, ауырып атсаң да, сен жақсылық жаса. Жасыласың. Қандай қиындыққа жаса, сен жақсылық жаса. Сон қазақта айтады ғой, таспен атқан таспен ат дейді ғой. Сеған, сен жақсылық жаса. Мен осыны, бейнедегі, кімге, Валерий Мұрда айтты ғой, осындай бір жағдай болып жатыр. Анау бір туысқанымыз бар, жамандық жасайды, дұға жасап кетеді, тастап кетеді, не істейміз деп маған хабарласты. Мен айттым, онда жақсылық, қандай жақсылығын? Сен әке-шешелерің, аталарың бір ғой ар жағын, иә? Онда қатын Құран шығады дедім оны. Мақұл деп, кейіннен айтады, Құдай құдірет дейді, анау бұрынғысын қойыпты дейді. Қатын Құран шығартқан ғой ананың. Өзің енді апайы ғой. Ананың бәрі қойыпты дейді, міне. Мінеке, осы қазіргі әлемдегі болып жатқан жағдайдың бәрін немен? Жақсылықпен тиюға болады. Қазір орыстарды да соғысты оп-оңай тиюға болады да. Оп-оңай. Осының бәрі қазақта тұр. Осы қазақтағы осыны жақсылық жасауды, осындай уақыттарда жақсылық жасауды, соған меңгеретін әлем қазір соған енді келе жатыр да, әлем тыныштанады. Қазір енді кеше Қызылорда айтып жатыр, мынау жамандық қой енді. Ел билік су бермей біздің күрішіміз кеуіп қалды, құс жеп жатыр дейді да. Ана сол ақмақтығы да қазақ еместігі. Ай, жиналда сен сөйтіп ел билікте өйтіп жаманда өзің неғанша, онан да сен алда тасаттық жасасай. Болды ғой. Жақсылық жаса сен енді. Тасаттық деген соны көрдің бе? Осылардың бәрі ана жақсылықтың қызметшілері да. Кез келген нәрсені адамды бағалауы бар. Жақсылығы қандай? Қай мен әйел болсын, еркек болсын, оның жақсылығы қандай? Абай атамыз соны айтып кеткен бізге. Енді осыдан барып, иман енді осыдан пайда болады. Иман деген 60 бұтақты немесе 70 бұтақты деген кім соны шешті? Ал көріңдер. Ол деген иманның жартысы әйелде деген. Енді 60 бұтақты, 70 бұтақты деген. 70 бұтақты иман сол әйелдермен байланысты иманды айтады. Әйелің таза, әйелің дұрыс, әйелің иманды болса, еркектен сол 70 бұтақ өседі екен да. Ол қалай не? 10 менен. 10 қараңғылықтан өту, 10 үңгірден өту. Немесе әйелдің енді екіншісі бар. Ол да әйелмен байланысты, ол енді әйелдердің төзімдік сабырын 10 теңгесімен байланысты. Ол 60 бұтақты. 60 атадан 6 туғанмын деген. Міне. Атадан 6 туғанмын. Қазақта айтады, 40 қожаның 40 асылмай, 9 төре төбеден келмей, текті атылмас дейді. Міне осы қазір әрбір сөздің бір мәні бар. Өмірдің
Енді қандай болсын, өмірдің мәні жақсылық десең, жалыспайсың, соның ішіне кіріп кетеді. Біреуге жақсылықты баламен береді. Біреуге жақсылықты дүниемен береді. Біреуге жақсылықты денсаушылықпен береді. Біреуге осындай барлық айналып келгенде жақсылықтан тарап тұр. Құраннан тарап тұр да, міне. Біз әрқайсымыз жаман адам болмайды дейді, жаман әйел болмайды ешқашанда. Жаман ұлт та болмайды. Жаман ұлт болмайды. Оның бәрі жамандық қаяқта тұр. Сол жамандық, сол біз өзіміз жеңе алмаған сол өзімізде тұр да. Сондықтан мына қазақта айтады, сол енді жаңа келді ғой. 16 санға келіп қайттан кірсек, міне 16 санға келіп қайттан тірелдік. 16 санмен байланысты. Бір алтыны бірге қойсам 7 шығар. Немесе бөлек-бөлек алсам 16 болып тұр. Осы 16 санмен байланысты енді іштегі өлі біреу деген сол жақсылық бізде өлі болады. Өлі болады. Біздің ішімізде өлі. Сол өліні оның жұбы болады. Ол байланысты, ол бір әулиелермен байланысты. Ол бір Алланың досымен. Жақсылық деген Алланың досы мінеки. Жақсылыққа жеткендер. Сират көпірінен өтті жақсылыққа жеткен, яғни жәннатты мен жандармен айырбастап алдым деген. Сендердің жандарыңмен, балдарыңмен айырбастап алдым деген. Жәннат. Айырбастап. Енді соған енді жәннаттықтар ғой енді жақсылық. Сол енді солмен байланыспай біз ішіміздегі демізге өліге қуат бере алмайды екенбіз. Сондықтан өліге иман бер, тіріге берекет бер дейміз. Міне. Бәрі келіп соған келіп тірелді. Ішімізде өлін тірілдігі үшін біз міндетті түрде енді сол ең соңы аяқпен жерге жалғанымыз керек. Аяқпен жерге жалғанған сен оржанды інжіл тұрма. Бәрі айналып келгенде сонда бір-ақ сөзге жақсылыққа келіп тіреледі. Сонда қазіргі біз ата жолы сендеріңді жақсылықты жаманшылықтан көріп атқан, олар іблістің ұрпақтары. Солар көрсетіп қойған. Қашесі соттың кезінде айтты ғой, мен жақсылық көрдім деп, бәрі қаншадан бір 3-4 адам деді, мен әдейі қатысын дедім де, сол айтсын деп. Сонда мен ауру едім деп Анар айтты. Мен ауру болдым, сондай сөйтіп жүріп, мен жақсылық көрдім деген кезде, ата жол дедім ме? Ата жол, прокурор сөйтіп алды да. Болды. Ол үшін ата жол деген сол жамандық, соның бәрі жойып жібереді. Ата жол деп айтты ма? Болды онда, ол сотталған. Яғни жамандық ашу өлсеп отыр да. Ата жол деген сотталған болды, бәрі жаман дейді. Міне осы надандық, хайуандық сонда тұр да. Қаншама адамдар айтып жатыр кеше сотта. Біз жақсылық көрдік. Алла тағала бізге жақсылық берді десе, жоқ дейді. Заң бойынша ол дұрыс емес. Сендер заң бойынша жамансыңдар. Болды. Ол заң бәрінен де, сен Құраныңнан да бәрінен де биік тұр дейді. Енді адам әр өзінде бала кезден сол жақсылықты көп істемегеннен кейін, мына ел басқарушыларын құрып атқан сол мінеки. Мына біліммен келеді де, Гарвардтан оқып келді, пәленнен оқып келді, баласын қойды, осылардың бәрін прокурор, соты бәрін айтқанда, олар жақсылықтың екенін білмейді. Жақсылықтың. Ол неге? Әуел жақсылық табиғаттан бастау керек. Сен жерге түкірме. Орыстарда мысалы жерге түкірткізбейді. Жерге түкірме, ағаш жеп, атадан алған тауғасын дейді. Бірінші жерге. Сен жерге, сен жан-жануарларға дейін жақсылығы. Балалар солай үйрету керек та. Не жақсылық жасадың? Бұрынғы кезде қайта Совет үкіметінде бардың. Сен пионерсің дейді. Көшеден бір адам бір нені бар, өткізуің керек дейді. Жақсылық жасауың керек. Біреудің отын жарып беруің керек, біреудің суын тасып беруің керек. Сен пионерсің дейді да. Солай болды ол. Жақсылықпен үйретті да. Сен жақсылық жасауың керек дегенді айт. Мінеки қазір біз осы нәрседен анығып қалдық. Міне, бар. Сонда жақсылық жаса, мына қандай болсын жақсылық жасамайтын адамда бәрі онда жаманшылық тұрады. Енді қазіргі мынау бізді мынау ақпарат министрі Қадыров Данияр деген Рамазанұлы дейді. Сол айтып отыр, сендер сотталғансыңдар, мынау яғни сендер миссионер болып табыласыңдар деп хат келіп жатыр қайта-қайта. Енді осы әңгіме неден шығып тұр? Сонда ол жақсылықты неге көре алмай отыр? Министр ғой енді соны бақыт қойды. Осы дін істерінің ақпараттық солы Тоқаевтың кеңесшісі айтқанда ең уәзірі. Соны енді осының кез келгенін сұрауға бізде тұрды соны. Яғни ол қалай? Сендер осындай Құранға жалғануды, Құранды меңгеріңдер, яғни сендер іштеріңде жақсылық бар. Жақсылық бардыңдар ма? Енді сендердің жаман мен жақсысын ажырата аласыңдар да, оп-оңай. Сондықтан сырқат белгісін қою деген жұрттың жамандығын
керегін ана өзің жақсылығың арқылы анықтау. Осындай арқылы мынандай міне ең осы жоғарғы дәрежесі қазір бізде тұр. Кез келген адамға алыстан соның қандай жамандықта жүргенін анықтауға болады. Сол Қадыров Данияр желкеде қырсық отыр дейді. Желкеде қырсық отыр деген сөз, ол болды енді, ондан артық не керек? Желкем шұқыр көрдім. Балтыр тамыр түйіліп тұр, биыл атып кеткен деген сөз. Бақсылық бар дейді. Енді сондай қасиетті оның көзі тұманданып тұр. Яғни көзі көрмейді, басы ойланып қабілеті жоқ, жұтқыншақ өңеште қарап түйін тұр дейді. Міне, жұтқыншақтың өзі, яғни көкейге салам деген, оның бәрін Алла тағала сол жақсылық қылып қойған. Оң жақ бүйрек әлсіздігі қоқта түйін. Ол деген соң еркектік потенция, ақыл төмен. Кімнің бүйрегі ауыр болса, оның ақыл төмен деген. Оң жақ бүйрек әлсіздігі тоқта түйін тұр дейді. Жүрек сыздап тұрады. Себебі жүректен жақсылық кетіп қалған. Үнемі тынышсыз іздейді де тұрады. Жүрек не іздейді? Жақсылықты іздейді. Мен кезінде осы өз басым өткенімде, тынышсыздық, ештемеге маған ұнамайды, бәріне ұнамайды. Не іздейтінімді өзім білмеймін. Сөйтсем мен жақсылықты іздеп жүретінмін. Аңдап па жақсылықты болды. Мінекей, өрісі шұрық тесік дейді. Яғни өрісінде шұрық тесік болса, ол ақпарат, ол дін жоқ онда. Дін жоғалып кеткен. Өрісі шұрық тесік, иықта жүгі бар дейді. Аманаты бар, зұлымдық тұр, иығын басып тұр енді. Басы ауырады дейді. Демек басы таза емес мұның. Арамаспен олаған асқазан қызарып тұр дейді. Асқазан тағы кеткен. Асқазан бүрлері ашыдан бүрісіп қалған. Бірақ өзінің кеңдігі бар дейді. Ана тектілігі негізі. Сол тектілігі болғаннан кейін ғой мына. Сонда тектілікте бір нәрседе қалыпты ғой, кеңдігі. Бұлай мінезде бір кеңділігі бар. Кешіре біледі сондай. Екі табан ауырсынуы бар дейді. Яғни жерден ажырап қалған. Болды. Маңдаймен табан ұйып тұрғандай тағдырдан ажыраған дейді міне. Апаты тұр алдында дейді. Яғни оның енді кенеттен жол апатымен, басқа апатымен апат тұр деген сөз, ол міндетті түрде аварияға жаңа жол апаты соң, ана массивті апат деп түсті ғой. Апат тұр дейді. Көрсе қызарлығы бар дейді. Тамақ безері шошқымалы болды. Жан өспегеннен тамақ безі шошқымалы болады. Жан кірлеуден болады ол. Уәдесі мен антын өрескел бұзған. Яғни қазақтық несін бұзған. Қазақ емес деп тұр да. Сырт айналы кездер көп дейді. Белде қаралып, уақытында келмесе қауіп бар. Белде қаралып деген, сол мінекей сол қаралыпты басқаруында, бел арқылы басқарады. Әйелдерді жатыр арқылы басқарады, қаралып деген. Нағашы жұрттан келген әже аруағы жүр дейді. Әр шетті түбінде дәрет сындырып жүр дейді. Соны нелің басы елікбайың шәріп деген бір несі бар ғой. Әр түн шейдің түбіне кетесің бір-бір сарып деген. Міне осыны дәрет сындырып. Түйе жетік деген әруақ алыста тұр дейді. Көз нәпсісі бар дейді. Қолында бойында ауырлық, бал қуатын жағу керек. Жүректе дерті бар. Міне осындай қазіргі біздің қарапайымда білген сол шариғаттың олардың төмен тұрған осы Қадыров Данияр Рамазанұлы сонда бізге сондай баға беріп отыр да. Министерствода отыр жоғарыда. Осыны апарып министрлігінде. Ал енді дінді ол неден Құранда кеткен сопылар мен ғалымдар. Діннен үкім беретін сопы мен ғалым керек. Сопы болу үшін менің өзім қазір мен толық сопымын деп айта алмаймын. Қазір 2 жылға кетті ғой. Ауыз бекітіп бұрын 3 жыл, 3 жарым жыл ұстаған қатарынан. Мен өзім осы мына бұрынғы бабаларымыздай сопы болдым деп айта алмаймын да. Себебі кемшілігімді өзім білемін да. Кемшілігім көп әлі. Сөзімнен кетіп қалады байқамай. Оның бәрін істемеу үшін бірақ амал бар екен, жердің астына кіріп кетіп ішімді көрмеу керек екен да. Қазір мен қаталды айтып тастаймын. Кемшілік оның бәрін. Жоқ менде ондай. Бұрынғы әулие бабаларымыз айтқандай мейірімді. Менде бірақ нәрсе сол енді Алланың берген әйтеуір бұйрықтарын орындаушымыз, соны жеткізушімін. Міне, орындаушы болғанда өзі басым. Міне осындай мына қазіргі бізге берген, бұны неге айтып отырмын? Жақсылық кімге берілсе, ол маңдай көз арқылы осы біреудің ішіндегі сол ішкі дүниесіндегі жамандығынан соған құтылуға, соған кеңес беруге, соған қызметке тұрады. Ал міне осыны бөлсеңдер. Кімде түсінік, бұның бәрі түсінікпен байланысты енді. Сонда бүкіл әлемді бір-ақ сөзбен түзеуге болады. Барлық нәрсені сол бір сөзбен түзеуге болады. Барлық нәрсені бір сөзбен өлшеуге болады. Ол не? Жақсылықпен.
Қандай болса, сен діншімін, мен тарихатшымын, бәрі жақсылығың қандай? Мінекей, осыны. Енді сол жақсылықты ішкі несінен бөліп. Қандай мақұл сен енді, жақсылық Алладан деген ғой. Алладан қандай жақсылық алдың? Бар ма жақсылығың? Ал айтыңдаршы өздерің көмдер. Алладан ерекше сен тағдырыңа берілген ол бөлек. Ол онсыз да жақсылық жазып қойған. Жақсылықтан бізді жаратқан Алла тағала. Сол ішімізде тұр, түсінігім берген баста сендерге ойлау, көру, түсіну қабілетін берін деген. Міне, жақсылықтың үш нәрседен тұрады. Біздің көру, есту, ойлау қабілетіміз. Осы үш нәрсемен Алла тағала біз бекітіп қойған жақсылығын. Бірақ оның негізі іштегі жарлық сипаты ол жабық тұр. Ол жарлық сипаты тек қана ашық болған Ғайса пайғамбар өмір келген кезде ол сөйлеп тұрған. Жарлық сипаты немен пайда болады? Дұрыс сөзбен анықтауға болады. Кімде жардың сипаты бар, кімде тазалық бар, сол ерінің сөзін сөйлейді. Жардың сөзін сөйлейді. Жаңа шәкәріме ерінді жібердім, жарды сүйсін деп. Сол ерінің сөзін сөйлегенден сүйіспеншілік, махаббат бәрі ерінің сөзін сөйлеу деген сол. Сендерге бір тіл, екі көз, екі ерін жараттым деген, сол сендерді дұрыс сөйлеуге, жардың сөзін сөйлеу керек. Жақсылықты ғана сөйлеу керек. Жақсылықты сөйлеу деген сөз, ол жамандығын көрсете білу керек. Ескерту жамандықтан құтқару керек. Ол деген тек айналайын емес. Мінекей жаңа сол бір сөздің құпиясы деген осы, бұны енді жарылаймыз. Сол қандай нәрсені бір-біріңде сол жақсылықпен өлшеңдер, жақсылықпен анықтаңдар, жақсылықпен бағалаңдар. Жақсылықпен бағалап, жақсылықпен анықтап, бар нәрсені, мен ана Құранды көп оқып қойдым, мен ана арабын, сен қандай, соның бәріне Алла тағала саған не жақсылық берді? Мен ашықтан ашық айтыламын. Маған Алла тағала қыз сыйлады, жақсылық. Жақсылық қой, жақсылық. Наматтық қыз осы болашақ өмірге ұрпақ келетін қыз ал тәрбиелеп көрді. Мен сонан өкіндім, қыз тәрбиеледім, мынау кеңес үкіметінде. Алла тағала орнын толтырды. Маған Алла тағала жақсылық осы қаншама мен өледі деген адамдарға себеп шығып, соны құтқаруға маған Алла тағала қуатын берді. Өледі, мынау адам болмайды дегендерді, сол менің бәрін айтып бақтыра бермеймін ғой енді. Оның бәрі Алланың бергені. Енді тағы Minha não vai dar.